Енді мен сіздерге айтайыншы, өмірлеріңізді түбегейлі өзгертетін бір 4 сөз тіркесін айта кетейін. Сөз тіркесі дегеніміз бұл орысша фраза. 4 фраза айта кетейін. Бірінші фраза, бірінші сөз тіркесі. Бұл тіркес мен бұл өмірге бекер келген жоқпын деген сөз тіркесі. Ойлаңыз, сіз бұл өмірге бекер келген жоқсыз. Айтайын, осы сұраққа мен не үшін келдім деген сұрақ қойған, бұл өмірге не үшін келдім деген. Бұл өмірге бекер келген жоқпын, мен жай ғана адам емеспін, мен жай ғана біреу емеспін деген іште болу керек сұрақ. Сіз осы сұрақтың жауабын табатын болсаңыз, өмірдегі мақсатыңызды, сіздің қолыңызда не келеді, соны тауып аласыз. Сол үшін күніге осы сөз тіркесін қайталау керек. Мен бұл өмірге бекер келген жоқпын. Сіз өмірге келуіңіздің өзі сіз жеңімпазсыз деген сөз. Екінші сөз тіркесіне келетін болсақ, екінші сөз тіркесі өмір ғажайыпқа толы. Сіз ғажайыпқа сенуіңіз керек. Шынында да өмір ғажайыптан тұрады. Ғажайып дегеніміз Алланың құдіреті. Ойламаған жерден жақсылық болуы мүмкін. Соған сенуіңіз керек. Үшінші сөз тіркесі бұл дегеніміз сіздің өміріңізде болып жатқан, болайын деп жатқан нәрсенің барлығы ол сіздің мақсатыңызға байланысты емес, Алла қойған. Ол сіздің іштегі ниетіңізге байланысты. Ниетіңіз қалай? Соған қарай болады барлығы. Ниетіңізді туралаңыз. Ал енді төртінші сөз тіркесіне келетін болсаңыз, бұл да өте маңызды. Өмірімде болып жатқан жағдайдың барлығына мен өзім жауаптымын деп қабылдаймын. Сізден басқа ешкім жауапты емес болып жатқан жағдайларға. Сіздің өміріңізде кездескен нәрселер, болып жатқан, болайын деп жатқан нәрселер. Бәріне өзіңіз жауаптысыз. Жауапкершілікті сезіну керек. Сонда ғана сіз өмірде көптеген жетістікке жетесіз, бекер келмегендігіңізді дәлелдейсіз, өмірден өз орныңызды табасыз. Осы 4 сөз тіркесін жаттап алатын болсаңыздар, мен сіздерге айтайын, өмірлеріңіз түбегейлі өзгеретін болады. Шын, жазып алыңыздар, бір жерлеріңізге түйіп, сақтап, үнемі қайталап жүріңіздер.